Сәлеметсіздер ме, құрметті білім алушылар? Бүгін біз кәсіптік қазақ тіл пәнін өтеміз. Сабағымыздың тақырыбы үндестік заңы. Сабақтың мақсатымен таныс болыңыздар. Қазақ тіліндегі үндестік заңын, оның түрлерін, емлесін, жасалуы мен ерекшеліктерін меңгерту болып табылады. Біз өткен сабағымызда қазақ тіліндегі дауысты дыбыстардың, жалпы дыбыстардың бөлінісін, сонымен қатар фонетиканың зерттеу объектісін өткен болатынбыз. Енді біз бүгін үндестік заңы, яғни сингармонизмді өтеміз. Басқа түркі тілдері секілді қазақ тілінің дыбыстары да сөз ішінде, сөз бен қосымшаның, сөз бен сөздің арасында бірімен бірі үндесіп, біріне бірі жасалуы, айтылу жағынан үйлесіп отырады. Мысалы, балалар, аналар деген сөздегі қосылған қосымшаларды алып қарауымызға болады. Бала, ана деген сөздер үннен тұратын дауысты дыбысқа аяқталған. Дауыссыз дыбыстардың ішінде үні көп дыбыстар үнді дауыссыздар. Сондықтан дауыстық аяқталған сөзге үнді дауыссыздан басталатын қосымша жалғанып, олар бірімен үн жағынан үйлесіп тұр. Сөз ішіндегі сөз бен қосымша, сөз бен сөз арасындағы дыбыстардың бірімен бірі ұқсауын үндестік заңы деп айтамыз. Үндестік заңы екі үлкен топқа бөлінеді. Буын үндестігі, сонымен қатар дыбыс үндестігі. Құрметті білім алушылар, енді біздің жаңа тақырыпқа арналған бейне үзікпен таныс болыңыздар. Буын үндестігі. Қазақ тілінің сөздері не бірыңғай жуан, не бірыңғай жіңішке дыбысталады. Мысалы, әкелерімізге деген сөзде барлық дауысты жіңішке, ал аналарымызға деген сөзде дауыстылар бірыңғай жуан. Тілімізде кітап, мұғалім сияқты басқа тілден енген немесе ербол, айгүл сияқты бірігу арқылы жасалған аралас буынды сөздер кездеседі. Мұндай сөздерге қосымшалар соңғы буын жуан болса жуан, соңғы буын жіңішке болса жіңішке жалғанады. Мысалы, кітаптарымыздың, мұғалімдеріміздің, ерболға, айгүлге сөздің соңғы буынының жуан, жіңішке болуына қарай, қосымшалардың да бірыңғай жуан, не жіңішке түрде жалғануын буын үндестігі дейміз. Тілімізде буын үндестігіне бағынбайтын қосымшалар да бар. Олар мен, бен, пен, нікі, дікі, тікі, паз, қор, қой, кер, гер, кеш, тал, тай, хана және адам тегінің орысша нұсқаларында жазылатын ин, ина, ов, ова, ев, ева қосымшалары. Ов, евке аяқталған кісі тектеріне қосымша бұларға қарай емес, олардың алдындағы буынның, яғни түбірдің соңғы буынының жуан жіңішкелігіне қарай жалғанады. Мысалы, мүсіреп деген сөзде соңғы буындағы е жіңішке, сондықтан мүсіреповтер. Құнанбай деген сөзде соңғы буындағы а жуан, сондықтан. Құрметті білім алушылар, жаңа сіздердің көргендеріңіз буын үндестігіне байланысты бейне үзік болатын. Енді үндестік заңының екінші түрі дыбыс үндестігіне байланысты бейне үзікке назар салыңыздар. Дыбыс үндестігі. Сөз бен сөздің, түбір мен қосымшаның арасында қатар келген дыбыстардың бір-біріне ықпал етіп, дауыссыз дыбыстың көрші дыбыспен өзара үндесіп айтылуын
дыбыс үндестігі дейді. Мысалы, Вики, бері кел, немесе басшы болып айтылады. Кейде сөздер дыбыс үндестігі бойынша жазылады. Мысалы, құлағым, жүрегім, добым. Қатаң қ, к дыбыстарынан кейін дауысты немесе үнді және ұяң ж, з, д дыбыстарынан басталатын сөз я қосымша келетін болса қ, ғ болып, к, г болып айтылады. Мысалы, Ағырыс, Ағнұр, Ақжан, Ақдәулет, Бегайдар, Бекзада, Бегнұр. Қатаң дауыстыларға аяқталған түбірге ғ, г, б дыбыстарынан басталатын түбір тіркесетін болса, ғ, қға, г, кге, б, пға айналып айтылады. Мысалы, Сәтқали, Ақгүл, Жеңісбек, Отбасы, 75. Н дыбысына аяқталатын сөздерге Б, П дыбыстарынан басталатын қосымша немесе сөз тіркесетін болса, Н дыбысы М болып өзгеріп айтылады. Мысалы, 11, 15, дүйсенбі, сенбі, күнпарақ. Н дыбысынан кейін Қ, К, Ғ, Г дыбыстары келсе, Н ың болып айтылады. Мысалы, оң ғой, күн көру, нанға бару, дүкенге бару. З, С дыбыстарына аяқталған сөздерге Ш дыбысынан басталатын қосымша жалғанса, Ш болып айтылады. Мысалы, теңізші, кеңесші, жұлдызша, орысша. З дыбысынан кейін С дыбысы келсе, С болып дыбысталады. Мысалы, көзсіз, тұзсыз. Құрметті білім алушылар, сіздер жаңа көрген бейнеүзіктен жаңа тақырыпқа байланысты бірнеше мәлімет алды деген ойдамын. Әрмен қарай сабағымызды жалғастырсақ, дауысты дыбыстардың үндестігі. Қазақ тіліндегі сингармонизм заңы дауыстыға да, дауыссызға да қатысты болады. Дауысты дыбыс буын құрайтын болғандықтан, дауыстылар үндестігін буын үндестігі дейміз. Атап айтқанда, сөздегі сөз бен қосымшадағы дауыстылар не бірыңғай жуан, не бірыңғай жіңішке болып үндеседі. Қазақ тілінде жуан жіңішке дауысты дыбыстар мынадай сөздерге араласып келеді. Басқа тілден қазақ тіліне енген сөздерде араласып келеді. Мысалы келтіретін болсақ, кітап, геолог, зағип, кино, тағы басқа сөздерді айтуымызға болады. Біріккен сөз бен қос сөздерде араласып келеді. Мысалыға, шекара, баспа сөз, аман есен, тағы басқа сөздерді алуымызға болады. Буын үндестігінде қосымша сөздің соңғы буынына үндесе жалғанады. Жаңа өздеріңіз бейнеүзіктен көргендей, бұл жерде сингармонизмге, яғни буын үндестігіне бағынбайтын қосымшалар беріліп отыр. Дыбыс үндестігі сөз ішіндегі қатар келген екі дыбыстың бір-біріне ықпал етуі болып табылады. Дыбыс үндестігі үшке бөлінеді. Атап айтатын болсақ, ілгерінді ықпал, кейінді ықпал, тоғыспалы ықпал. Ассимиляция – морфемалардың жігінде қатар келген дауыссыздардың бір-біріне акустика, артикуляциялық жақтан әсер етіп, бейімделіп, үйлесіп тұруы. Ілгерінді ықпал дегеніміз сөз бен сөз аралығында сөз ішінде қатар келген дауыссыздардың алғашқысының соңғысына әсер етуі болып табылады. Ал кейінді ықпал дегеніміз сөз бен сөз аралығында сөз ішінде
қатар келген дауыссыздардың соңғысының алғашқысына әсер етуі. Тоғыспалы ықпал дегеніміз сөз бен сөз аралығында, сөз ішінде қатар келген дауыссыздардың соңғысы алдыңғысына, алдыңғысының соңғысына әсер етуі болып табылады. Құрметті білім алушылар, бүгін сіздер жаңа тақырыпқа арналған бірнеше мәлімет алды деген ойдамын. Сіздерге қосымша білім алу үшін сілтемелер көрсетіліп тұр. Осы сілтемелерді басу арқылы қосымша мәлімет алуларыңызға болады. Үйге тапсырма. Берілген мәліметтерді оқи отырып, дәптерге сызбаға түсіріңіз. Екінші тапсырма, өз мамандығына қатысты газет журналдардан бір мақала алып, оны жазыңыз. Ішінен ықпалдың түрлерін табыңыз. Үшінші тапсырма, сингармонизмге бағынбайтын қосымшаларды қатыстырып, 5 сөйлем құраңыз. Кәсібіңізге қатысты 5 сөзге дыбыстық талдау жасаңыз. Сау болыңыз.